Балалар, біз қазір қайдан келдік? Мектеп ауласынан. Мектеп ауласында не істедік? Өзімізге Теріп алып, не істедік? Топқа бөлдік. Жарайсыңдар. Балалар, біздің сабағымызда бүгін көңіл күйімізді көтеріп алу үшін қане біз балдырған баламыз бәріміз бірге айтайықшы. Біз балдырған баламыз, балалар, біздің бүгінгі сабағымыз күнделікті сабақтан ерекше болмақ. Өйткені, Назерке, сен көрген жоқта? Біздің сабағымызға қонақтар келіп отыр, және қонақтардан басқа да біздің сабағымызға сендердің ата-аналарың да қатыспақ болар. Балалар, мен сендердің сыныптастарың, жақсылық сырымның анасымын. Мен сендерге жұмбақ жасырғым келіп тұр. Тастан тасқа секірген, ұзын салпақ құлақты қойдан маза кетірген. Бұл не? Тас секіреді екен, тастан тасқа секіреді. Лақ екен, тамаша. Ал балалар, лақ деген сөз қандай дыбыстан басталды? Кән бәріміз айтып көрейікші. Тамаша, керемет. Біз бүгінгі сабағымыздың тақырыбы балалар мектеп ауласына саяхат және Л дыбысымен тәрбие екен. Ал балалар, қараңдар. Лақ дегенде, кәні, лақ дегенде неше буын бар? Ал лақ дегенде неше дауысты, неше дауыссыз? Бір дауысты, екі дауыссыз. Тамаша. Саған назар аударайық. Мен Болат Мейіржанның анасымын. Мен сендерге бір сұрақ қойғым келіп тұр. Суреттердің көмегімен ауладан Л әріпін тауып, дыбыстық талдау жасаңдар. Балалар, қазір мен сендерге топтық жұмыс беремін. Сендер сөздерді буынға бөліп, дыбыстық талдау жасайсыңдар. Топтық жұмыс. Топпен істейміз. Ал, топпен жұмыс істейміз. Ал. Ал енді буынға бөлесіңдер, дыбыстық талдау жасайсыңдар. Gel, kım, жібер, жасын екі дауыссыз. Тамаша, керемет. Келесі. Неше буын екен? Үш буын екен. Сөйлемде неше буын болса, қанша дауысты дыбыс болады? Үш дауысты дыбыс болады. Ал дауыссыз дыбысыңды қарайшы. Дауыссыз дыбыс нешеу? Дауыссыз дыбыс төртеу. Отырамын. Осы суреттерді бізге адам өміріне қандай пайдасы бар? Біз мына суреттер бойынша, қазір осы дыбыстық талдаған суреттер бойынша сөйлем құраймыз да, анау Аллаға барып жапсырамыз. Мысалы, шелек адамның өміріне қандай пайдасы бар? Ал топпен ақылдасамыз. Алма адамның өміріне ақылдасамыз. Сөйлем құраймыз. Адамның өміріне қандай пайдасы бар?
қандай пайдасы бар екен? Аллаға қандай пайдасы бар? Шелек. Аллаға шелекке су құйып гүлдерге, шөптерге, қиғанға жақсы. Жарайсың. Мынаны ал да Аллаға жапсыра ғой. Аллаға жапсыра ғой. Келесі. Аға келе ғой. Алма адамның ағзасына өте пайдалы. Алманы жесеңіз, бойына күш келеді, Тыныш. Ержан. Аға. Енді сен тұрып қалған бар, Аллаға бар, жапсыра ғой. Сөздерге дыбыстық талдау жасай алдық па? Сөйлем құрадық па? Қан өзімізді бағалап жерекші, дискан өте тамаша, керемет. Алланың Әли деген баланың есімдерінде қандай дыбысты естіп тұрмыз? Л дыбысын естіп тұрмыз. Өте тамаша, керемет. Кітаптың астындағы мен қанша доп кіргізім дегенді білу үшін біз мына сөздерді оқу арқылы сонша доп кіргізгенін біле аламыз. Сондықтан маған ең бірінші кім оқып береді мына сөздерді? Сырым? Ал. Тамаша. Келесі топтан екінші сөзді. Алла. 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 Аллан. Тамаша. Келесі сөзді. Келесі енді балалар біз бірінші рет сөйлем өтейін деп отырмыз. Бұрында сызба бойынша жұмыс істеуші едіңіз ғой. Енді біз мына сөйлемді маған кім оқып береді? Қарапат. Алла. Допты алла. Допты ал. Тамаша. Балалар межеде доптың суреті тұрғандықтан біз Г әрпін өткен жоқпыз. Сондықтан біз допты суретін ғана берген екен. Ал балалар, жаңа мәтінде мынандай сұрақ болды. Мен қанша доп кіргіздім дегенді табу үшін біз мына сөйлемдерді санаймыз. Сонда қанша доп кіргізгенін біле аламыз. Кәдімгі сана жерекші қанша кіргізген? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Яғни қанша доп кіргізіпті? 7. Тамаша. Қазір біз қолымыздың моторикасын дамытып алу үшін біз қазір жазуға қолымызды дайындап жаттығып алу үшін қазір біз мен сендерге түрлі суреттер беремін. Соны біз түрлі түсті құммен әрлейміз. Кім? Балалар, ері қараңыз, сендер енді қай топ шығарды? Лимон дегенімізде бірінші лайф тұрады. Лимон деген менде бірінші ларфы тұрады дейді. Жарайсың. Ең сурет екен? Түлкі. Түлкі деген сөзде ларфы бар ма? Қай жерде кездесіп тұр? Түлкі. Ортасында кездесіп тұр. Тамаша. Өзімізді бағалап жерекші осы жерде. Ал балалар, біздің қолымыздың моторикасын дамытып алдық. Қазір біз Л әрпін бер қараңдар. Л әрпін аулада жазып көрейікші. Кіші әрпін 1, 2. Қайтадан айталаймыз. 1, 2. Құммен жазып көреміз. Осы әріпті Л әрпін құммен жазып көреміз. Ал болды. Ал енді дәптерімізді ашып Л әрпін жазамыз. Қолға берсін. Дәптерімізді ашамыз да жазуымызды жазамыз. Л әрпін, үлкен әрпін және кіші әрпін жазамыз. Біз ана топ серуенде жапырақты теріп келіп едік қой. Сол жапырақты егерде жаңағы маған әлі де түсінік, жаңағы әлі де көмек керек десек, астына жапсырамыз. Маған бәрі түсінікті десек, жапырақты үстіне жапсырамыз. Ал балалар, біз өзіміз бүгін Л әрпі оқу мақсатына жеттік па? Л әрпін үйрендік па? Жаза алдық па? Алдық. Дыбыстық талдау жасадық па? Сөйлем құрадық па? Керемет, тамаша. Сендер келесіңдер. Балалар, сендерге бәрі түсінікті болыпты. Осымен сабағымыз аяқталды.